армысыздар ма, құрметті достар, мен Жұлдыз Форд. Жақында Тараз қаласының дәріханасында бір қазақ жігіт дәрі сатып алмақ болғанда, орыс қызметкерлер оған қызмет көрсетуден бас тартып, полиция шақырған. Ол маған да хабарласты. Сосын мен оған заңдарды түсіндіріп, арыздардың үлгісін жібердім. Кейіннен осы жақында мен бірнеше рет онымен хабарласып едім. Ол былай айтты: полиция дәріхана қызметкерлерінен арызды қабылдамады. Өйткені ол өзі білімді, сауатты полиция екен. Сіз жақтан ешқандай да олқылық болған жоқ, сіздің әрекеттеріңіз заңды деп айтыпты. Ал жігіттен арызды қабылдаған. Сосын біраз күннен кейін тағы да хабарластым. Маған жауап бермейді. Сосын әйтеуір телефон қоңыраулатып сөйлестім. Сөйтсем, ол жігіт айтады: полиция айтты, сіз өзіңіз сотқа жүгінуіңіз керек деп. Бірақ өзгерістер ол дәріханада болып жатыр. Бір қазақ қызметкерді алыпты дейді. Сіз мемлекеттік органдарға жаздыңыз ба деп сұрапты. Ол иә депті. Іс жүзінде мен этносаралық қатынасты дамыту комитетінің төрағасына, Ғалымжан Шойкин деген кісіге видеоны жіберген тұғымын. Сосын ол кісі Тараз облысының әкімінің орынбасарымен байланысып жағдайды түсіндірген. Соның арқасында өзгерістер болған. Ол жігітке көп рахмет, бірақ менің көңілімді түсіргені бір жағдай болды. Жас жігіт өзі шетелде оқиды, 4 тілді меңгерген, өте сауатты. Бірақ әке-шешесі оған: қой бұны балам деп айтыпты. Содан соң ол жігіт енді ана тіліміз үшін күрестен бас тартып отыр. Маған айтты: мен жаспын, менің басқа да жұмыстарым бар деп. Мен сонда бір 10 шақты адам ғана қазақ тілі үшін күреседі ме, сіздер бұғып отыра бересіздер ме десем, ол сіздердің таңдауларыңыз деп маған жауап қатты. Жарайды деп қоштастым, бірақ іштей ренжідім оның әке-шешесіне. Өздері күресудің орнына, баласына рух берудің орнына, көрдіңіздер ме, сағын сындырып отыр. Осылай қазақтардың кейбіреулері батырлардың орнына құлдарды тәрбиелеп жатыр. Енді елімізде қазақтың саны 70%-дан асты ғой. Іс жүзінде орыстар әрі кетсе бір 18%. Әр қазақ ең болмаса бір рет күрессе, бір рет шағымданса, жағдай күрт өзгерілетін еді. Мысалы, кеше мен император сауда үйіне барғанда, ол жерде қазақтар қазақша сөйлеуден бас тартты. Мен дауыстап наразылық білдірдім. Орысша да әдейі айттым. Ана тұрған күзетшілер ешқайсы үндемеді, ешкім полиция шақырамын. Сіз ұлтаралық араздық жандандырып жатырсыз деп айтқан жоқ маған. Сосын директорын шақырып, бір бутиктің сөйлескен кезде, ол да иә, дұрыс айтасыз, түсінеміз, бір 50% қазақ тілділерді аламыз деп айтты. Бір сөзбен айтқанда, орыстар да түсіне бастады. Қазақтар бұрынғыдай үндемей жүрмейтінін. Сол себептен өзгерістер осы азғантай тіл жанашырларының арқасында болып жатыр. Жаппай бәріміз осы тіл мәселесін
шешуге кірісуіміз керек қой. Айналдырған 10 тіл жанашырларына қарап отырмай. Біз де адамбыз. Сіздер сияқты біздің де өз істеріміз бар. Сол себептен айтайын деген, қазақтар жүрген жерлеріңізде қазақша сөйлеңіздер. Заң негізінде қазақ тілінде ақпарат пен қызмет талап етіңіздер. Қорықпаңыздар, ештеңе